имаммен бірге отырып тәспі тартып, аятыл курси оқып, оның артынан Құран оқып, бірге бір дұға жасап сөйтіп тұрамыз ғой. Енді соны бидғат деп жүргендер шықты да. Ханафиміз деп жүргендердің ішінен соны бидғат дегендер шықты. Адамдар әртүрлі адамдарды өздеріне үлгі тұтады, осы менің жаңағы кумирім деген сияқты, анау дейді, мынау дейді. Бірақ енді бізге мұсылман ретінде баршамыздың үлгі тұтатын тұлға пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Бірақ ауыз сөз айтты. Сол өтіп кетті кәдімгідей. Халыққа деген осы хадистің жетуінің алдын бөгеп тұрсың деді да. Сен бір кедергі болып тұрсың дейді. Мына хадис, пайғамбарымыздың мына хадистері, осындай керемет өсиеттері халыққа жету керек қой дейді да. Енді соған сен кедергі болып тұрсың дейді да. Яғни сендер Құдай деп жүрген өзі Мұхаммедтің үмметіне айналатын болса, онда сендердің тем более артынан еру керексің мағына жатыр онда. Сол сынақтың ең үлкені иман. Яғни Аллаға сену мәселесі. Сынақтың ең үлкені осы болғандықтан, сол иман ғайыптан болу шарт. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расул Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті бауырлар, көрермендер, Алланың сіздерге есендігі мен амандығы болсын. Біз кезекті подкастымызды түсіру барысындамыз. Бүгін бізде қонақта Асқар ұстазымыз. Ұстаз, қош келдіңіз. Алла разы болсын, уақыт бөліп келіп жатқаныңызға. Сіз бүгін сапардан түстіңіз ғой, негізі келдіңіз ғой? Таңертең келдік. Енді Асқар ұстаз, көпшілік халық енді сізді бірнеше кітаптардың, бірнеше аудармалардың авторы ретінде таниды ғой. Ең бірінші кезек сөзсіз Құран кәрімді толық қазақ тіліне аударып шықтыңыздар, Нұрлан ұстаз екеулеріңіз. Сәжде кезеттегі сіздердің аудармаларыңыз ғой, халықтың көбісі қолданып жүрген. Енді күнделікті қолданып жүрген біздің қосымшада сәжде кезет қосымшасындағы Құран кәрім аудармасы Асқар ұстазымыз бен Нұрлан ұстаздың еңбегі. Алла разы болсын. Күнделікті соны қолданудамыз. Енді ұстаз, ол кішкене енді аударма болғаннан кейін өңделе береді ғой. Сол үшін алғашқы басылымдар болу керек, қателеспесем ол алғашқы басылымдар. Одан кейін де біраз өңделді. Одан кейін бізде діни басқарманың да сараптауынан өткіздік қой. Енді сол соңғы нұсқа бұл жерде бар ма, соңғы нұсқа жоқ сияқты негізі. Тағы бір қарау керек, анықтап, бірақ менің білуімше сол алғашқы нұсқалары да бұл жерде негізі. Бірақ көп ондай бір анау айтқандай өзгеріс жоқ. Сәл өңдеп, көркемдеп дегендей стилистикалық тұрғыдан дамытып, әр басылымда сөйтіп дамытып отырған дұрыс қой енді. Енді айтады бір ғалым кісі, ешкім өзінің жазған кітабын қанағаттанбайды. Қанша оқыса да бір қателік оқыған сайын шыға береді ғой. Шыға береді. Мына жері кейде пенде болғаннан кейін кемшіліксіз болмайды ғой. Әрине. Бірақ сөзсіз әдемі аудармалардың бірі. Алла разы болсын. Одан өзге сіз Риады Солихин кітабын аударып шығардыңыз, хадистер жинағы деп шығардық оны. Хадистер жинағы деп атау себебіміз, өйткені ол имам Науауи рахмаулланың Риады Солихин тақуалар бақшасы деп аталатын кітабынан алынған таңдамалы хадистер болған. Шамамен енді барлық хадистер ол жерде 1800-ден астам хадис қой. Соның бір 900-ден астам аударып таңдамалы хадистер деп, көбінесе мұттафақ алейх хадистер бұл жерде, имам Бухаримде келген, имам Муслимде келген. Сондықтан оны хадистер жинағы деп атадық, бірақ имам Науауидің өзінің жаңағы авторлығымен. Алла қаласа енді сол толық нұсқада аударылып бітті. Бұйырса қазір өңдеп соңғы бөліктері қалды, өңдеп жатырмыз. Жазда кішкене сәл тұрып қалды енді, сәл ары бері сапарлар бар, жол бар, жұмыс болды дегендей. Сол бұйырса толыққанды сол Риады Солихинді қазақша нұсқасын шығарсақ па деген бір ниет бар. Енді 1800 хадис түгелдей аударылды. Түгелдей. Бүкіл жаңа өзі сол өзінің жүйесімен тақырыптарға бөлінген ғой, баптарға, тақырыптарға бөлінген. Сол жүйемен қазақша нұсқасын шығарсақ па деген ниетіміз біраз болды енді. Болды, өйткені неге енді кешікті десек, араға жұмыстар кіріп кетеді да, жаңағыдай. Қосымша аударма жұмыстар болады, монографиялар болады, ғылыми жобалар болады, сондықтан кішкене кешігіп қалды. Бірақ енді Аллаға шүкір аз қалды. Бұйырса соны шығарсақ па дегенбіз. Ең көп оқылатын ислам әлеміндегі жалпы мұсылман үмбеті тарапынан көп мойындалған, көп оқылатын, өте әдемі жазылған, әсіресе имамдар
ұстаздар, уағызға шығатын бауырларымыз әсіресе көп пайдаланады екен. Өйткені ол имам Науауидің енді шынымен алла разы болсын ол кісіге керемет бір жүйемен жазған кітабы ғой. Қазақша жоқ екен енді толыққанды нұсқасы, сондықтан орысша нұсқасы бар, басқа да тілдерге аударылған көптеген. Өзіміздің тілге де сол аударайық деп сондай ниет қылып. Ең бірінші нұсқасы қай жылы шығарып едіңіз сіз? Ең алғашқы аударма, негізі ол аударманың несі былай болды да, бір тарихы бар оның өзінше, соны айта кетейік енді кішкене не болсын. Әрбір еңбектің, әрбір жаңағы аударма жұмысы болсын, немесе бір кәдімгі жазылған кітап болсын, бір өзінің тарихы болады ғой. Мысырдан 2005 жылы оқуды бітіріп, Алланың қалауымен осы елге келіп, бірден Нұр-Мүбарак университетіне жұмысқа тұрдық. Бірақ ол кезде енді бірден ұстаздық қызметке емес, жаңағы аудармашы дейді ғой, жаңағы бізде доктор Али Шабан деген декан болды, сол декан сол кісінің көмекшісі болып, яғни аудармашысы болып жұмысқа тұрып, университеттегі әртүрлі жаңағы кіріс шығыс хаттар бар, құжаттар бар, немесе тағы басқа дүниелер бар, жаңа оқу кестесі деген сияқты сондай нәрселерді аударып, сондай мен шұғылданып жүрдік. Сол кезде әртүрлі баспалар ол кезде жаңадан ашылып, діни әдебиеттер енді аударылып жатқан кезең ғой енді. Жаңағы сол кезде баспалардан жан-жақтан ұсыныстар түсті. Бірнеше баспадан бізге келіп осы аудармашылар жаңағы командасына қосылсаңыз, аудармамен айналыссаңыз деп. Бірақ мен бәрінен бас тарттым, бәріне жаңағындай жоқ деп айттым. Неге? Өйткені өзімнің немде сол кезде бір өзім қалауым болмады ондай. Өйткені бір жерде тапжылмай отыру керек қой ол үшін. Ертеден кешке дейін жаңағы тапжылмай отыру керек, әйтпесе жұмыс өнбейді. Сондықтан ал маған сол кездерде неге екенін білмеймін, жастық шақ болғандықтан ба, кішкене кезде енді жаспыз ғой. Бір жерде ертеден қара кешке дейін отырып, тапжылмай отырып жұмыс істеу, жазу сызу, мен отыру бір ішті пыстыратын жұмыс болып көрінетін. Кейде сол баспаларға барған кезде көреміз ғой, жаңағы аудармашылар отырады, кітап жазып отырған кісілер отырады, тапжылмай соларға қарап ішім пысып кетеді, сыртынан қарап қалай отырады мыналар деп. Содан жаңағыда ұсыныстар түскен кезде мен жоқ дедім бірден. Бір күні бір жаңағы кәсіпкер бір ағамыз әңгіме барысында қолына бір кітап ұстап алыпты, жаңағы қарасам Рияду Салихин екен. Соны ұстап алып, бірақ жаңағы толық нұсқасы емес, жаңағыдай таңдамалы, жаңағы Рияду Салихин хадистер, таңдалған хадистерден құрастырылған сондай кітап. Сөйтіп ол кісі айтты да, мынаны қазақшаға аудару керек, осы маңызды еңбек, осыны бір қолға алсаңыз деп маған. Мен жаңағы әлгі әдетім бар, бір жағынан жалқаулық та шығар, жоқ дедім, мен оны аудара алмаймын деп. Бір жағынан менде бір жағынан не болды андай бір жауапкершілік, ауыр бір жауапкершілік сезіндім. Неге? Өйткені ол пайғамбар кез келген адам сөз емес қой. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи сөзі болғандықтан оны қазақшаға аударған кезде, немесе қазақша сөйлеткен кезде үлкен бір жауапкершілік қой ол. Бір сөзін дұрыс жеткізе алмасаң, бір ойын дұрыс жеткізе алмасаң, ол үлкен жауапкершілік. Бір жағынан сол жағынан тартындым, екінші жағынан жаңағы жалқаулық дейміз ғой. Содан ол кісі ары көндіруге тырысты, бері көндіруге тырысты. Мен жоқ көнбеймін. Содан бір кезде жаңа немен де қызықтырды, жаңағы осыншама ақша төлейміз, жаңағыдай спонсор тауып беремін деген сияқты. Жоқ дедім, оған да көнбедім. Бір кезде ол кісі бір ауыз сөз айтты, сол өтіп кетті кәдімгідей. Айтқан сөзі жақсы деді, өзің білесің, енді аудармасаң, отыра алмасаң ол жұмысқа, өзің білесің. Бірақ деді, сен бір үлкен бір жаңағы дін жолындағы, Алла жолындағы үлкен бір жаңағы қызметтің бір сондай бір халыққа деген осы хадистің жетуінің алдын бөгеп тұрсың деді. Сен бір кедергі болып тұрсың дейді. Мына хадис, пайғамбарымыздың мына хадистері, осындай керемет өсиеттері, насихаттары айтқан халыққа жету керек қой дейді. Енді соған сен кедергі болып тұрсың дейді. Ана сөз өтіп кетті кәдімгі, сүйекке өтіп кетті. Содан ойланып қалдым да, жарайды онда дедім. Онда ондай да жауапкершілігі бар екен. Ол жағы да бар екен ғой енді. Мына жағынан жаңағы жауапкершілік ол өз алдына. Қалай жеткіземін, дұрыс жеткізе аламын ба деген сияқты. Екінші жағынан, мына жағынан да демек ол жету керек қой халыққа. Содан жарайды дедім да, бірақ мен айттым, бұл хадистер жинағында үлкен кітап бұл. Ішінде жаңа іргелі
хадистер бар. Мен дедім тек қысқа хадистерді аударып шығайыншы дедім да. Қысқа келеді, бір сөйлем, екі сөйлем, ары кетсе 3-4 сөйлеммен келген. Сондай хадистерді аударып шығайын. Одан кейін көріңіздер, егер ұнаса көреміз ары қарай деген сияқты. Мен енді сол қысқа хадистермен құтылғым келді негізі. Оның ар жағында тағы сондай нәрсе бар. Содан жарайды деп отырып, сол қысқа хадистерді таңдап аударып, 100 хадис деген естеріңізде болса, кітапша бар, кішкентай кітапша болып шықты. Сол 100 хадис деп соны бір шығарғанбыз ең алғаш. Сол шықты кітапша болып. Соны ол шыққаннан кейін әлгі ағамыз көрді да, мынау қандай керемет жақсы шығыпты ғой, енді осыны енді қысқа хадистерді аударып, енді ар жағындағы хадистер олардың не кінәсі бар дегенде жаңа оларды аудара салу керек қой, енді ақыр бастағаннан кейін дегеннен кейін енді қайыр қылсаң бүтін қыл деп қазақта айтады ғой. Содан жарайды көрейік онда деп содан отырып аудармаға, содан отыруға енді машықтандық. Әйтпесе аударма жұмысымен студент кезде енді айналыстық қой, өйткені менің мамандығым сол бағытта болды негізінен, оқыған мамандығым. Бірақ ол жерде енді қысқа көбінесе мәтіндерді, көбінесе журналистика бағытындағы мәтіндерді аударумен шұғылданатынбыз. Енді жаңағы діни мәтіндерді аудару ол өз алдына бөлек бір не ғой, еңбек қой. Діни терминологиялар бар, Құранға қатысты, Құранның өзіне қатысты тікелей хадистердегі ұғымдар бар көптеген. Соның барлығын қазақша сөйлету, қазақша жеткізу әрине ол ұзақ отырып жан-жақты ойлануды қажет етеді. Сөйтіп сол қалған бөлігін аударып бастап, содан жаңағы соңында сол 900-ден астам хадис аударылды. Соңында хадистер жинағы деген атаумен жарыққа шықты. Шамамен 2009 бекен, 10 бекен сол жылдары негізі болды. Сол жұмыстар солай атқарылған болатын. Одан кейін сол хадистер жинағы шыққаннан кейін әлгі ағамыз тағы да бір күні кездесіп қалдық та, қолына бір кітап ұстап алыпты, жаңағы кітапша енді үлкен емес, шағын ғана. Не десем, пайғамбарымыздың таңғы кешкі дұғалары ғой дейді да. Ертелі кеш пайғамбарымыз саллаллаху ертелі кеш оқыған дұғалары. Осыны енді сен аударсаң дейді да. Мысалы, мен анадан құтылдым ба деп жүрмін ғой. Жаңағы кітаптан хадистерді аударып берді, мен құтылдым, деп сөйтіп жаңағы арқаны кеңге салып жүрген кез ғой. Сол кезде ана кісі кездесіп қалып айтты да, енді мынаны аударсаң қандай керемет сауап болады саған дейді да. Елдер мысалға осыны оқып ертелі кеш дұға жазса, саған да сол сауап болып бармай ма деген жаңағы сөзі ол кісінің тағы да жаңағыдай маған әсер етті да. Содан жарайды деп пайғамбарымыздың саллаллаху таңғы кешкі дұғаларын аудардық. Содан бір жағынан кейін бір ойланып қарасам, бұл бір жаңа Құран аудармасы дедік қой жаңағы сұхбатымыздың басында. Соған бір дайындық сияқты болған деп ойлаймын да. Негізі Алла тағала енді өзі келтіреді ғой әр нәрсені уақытымен, өзінің ретімен, жүйесімен. Алла тағала өзі соған келтірген сияқты. Бәрі Алланың қалауымен дейді ғой. Сол жаңағы хадистердің аудармасы, одан кейін жаңағы пайғамбарымыздың таңғы кешкі дұғалары, ол негізі Рият Салихинда да бар ол дұғалар негізі келеді. Дұға бабында, бөлімінде келеді. Осылайша бір Құран аудармасына бір дайындық болған сияқты. Кейін сол жаңағы мына қоғамда әсіресе мына діни кітаптарды, әдебиеттерді оқығысы келетін, одан кейін Құран оқығысы келетін, Құранды түсінгісі келетін енді адамдар көп болды ғой ол кезде. Енді бір дінге деген қызығушылық болған кездер, оянып жатқан кездер сондай. Сол кезде көп адамдар айтатын еді да, жаңа еститінбіз, Құран оқимыз қазақша жаңа аудармадан. Бірақ түсінбейміз дейді да мағынасын. Өте қиын, өте күрделі деп. Содан көп адам оқығысы келмейді. Одан кейін Құранға жаңа мағынасына үңілгісі келмейді. Ол кезде енді Алла разы болсын, Халиф Алтай атамыздың, одан кейін тағы басқа да бірнеше аудармалар болды. Бірақ әрине енді Халиф Алтай атамыздікі мәтінге жақын аударма болғандықтан кейбір адамдардың жаңа түсіне алмауы қиын, өте түсінуі қиын болуы да сол себепті деп ойлаймын. Бірақ Алла разы болсын, ол кісі де бір өзіндік бір жаңағы осы Құранды қазақ халқына мағынасымен жеткізуде үлкен бір еңбек етті. Мүлдем Құранның аудармасы жоқ кезде ең алғаш сол кісінің Құран аудармасын оқыды көптеген көзқарақты оқырмандар. Сөйтіп бірте сол Құран аудармалары жарыққа шыға бастады. Кейін сондай бір не ретінде жаңағы біз де көрейік дедік. Енді
тәуекел етіп тәпсірлерге қарап отырып әртүрлі бізге дейін аударылған Құран аудармалары болды, қаншама жаңағы Халиф Алтай атамыз атаған, одан кейін Ақыт Қажы Өлім жолы атамыз бар, Алла разы болсын, ол кісіге де керемет аударма жасаған. Сол кісілердің аудармалары бар. Одан кейін мына Сәуле Қажы деген апамыздың бір аудармасы болды. Уақып Қыдырханұлы деген кісінің аудармасы шықты. Кейін ол енді әрине жаңағы оған біраз сындар айтылды ғой, жаңағы Кулиевтен алған кейбір жерлерде. Бұл енді бізде тыйым салынған аударма ғой, Кулиевтің аудармасы. Сол сияқты бірқатар аудармалар болды. Сол аудармаларға қарап отырып, бір жағынан бір тәжірибе тұрғысынан, одан кейін тәпсірлерге қарап отырып, тағы басқа да жаңағы аудармаларға қарап отырып жасалған бір еңбек болды деп ойлаймын. Осылайша енді Алланың қалауымен бәрі өз ретімен, жүйесімен осылай келді деп енді ойлаймын. Мен есімде, сіз Нұрмұратта қызмет істеп жүрміз, сол жақта шәкірт болдық қой. Сіз сол жақта қызмет істеп жүрген кезде. Қай жылдар еді ол? Біз 2011-де түстік қой. 11-де түстіңіздер. Сіз ол кезде жиі неде отыратсыз, кітапханада әрқашан ноутбукпен әрдайым жазып отырдыңыз. Ол кезде мен қателеспесем, сіз диссертация қорғау дайындық үстінде жүрдіңіз ғой ол кезде. Ол кезде кітапхана сол жоғарыда болатын, төмен кейін ауысты ғой. Төртінші қабатта. Сіз әрдайым сол жақта көретін едік. Сол жерде біздің тағы бір оқып бізге әсер еткен кітаптардың бірі жастарға арналған 30 хадис деген бар ғой. Сол кітап, оған не түрткі болды, жастарға арнап кітап шығарыңыз? Көп жерде оқиды жастар сол кітапты, арқалап жүреді. Оны мен Түркияға барғанда қайбір жылдар сол 2011 мекен, 12 мекен, сол Түркияда мешіттерде, сол жерде біраз оқу орындарын, сондай бір орталықтарды аралап жүргенде бір орталықтан көріп қалдым, сондай діни әдебиеттер шығаратын орталық, бір жағынан баспама сондай. Сол кітаптардың ішінен жастарға арналған 30 хадис деген сияқты, жастарға арналған 33, ол жерде 30 болған жоқ, түркшесінде жастарға арналған 33 па сондай хадис болған, қателеспесем. Кейін әйелдерге арналған хадистер, жаңағы 30 ба 40 па сондай хадис деген сияқты, кәсіпкерлерге арналған хадистер деген сондай бір еңбектерді көріп қалдым да, ол қызық болды маған бір жағынан. Мынау қызық қой, кәдімгі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мысалға жастарға не дегені, қандай өсиет насихат айтқандығы, немесе әйел адамдарға қандай насихат айтқандығын бәрін бір жерге жинап бір кітап қылып шығарса мысалы керемет қой, жаңағы түсіндірмесімен деген сияқты. Сөйтіп сондай бір идея сол жақтан келді да, сол көріп, содан өзіміздің енді кішкене қазақы жаңағындай ұғыммен, түсінікпен осындай бір хадистерді пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сол жастарға арнап айтқан өзінің өсиеттерін, насихаттарын жинақтап сол аударып шығайық деп сондай бір не болды, жаңағы ой болды. Сөйтіп 2012-13 сол жылдары қателеспесем сол еңбек жарыққа шыққан болады. Пайдалы еңбек болды, көзіміз оқып жастар жаттап жүріп. Әрине пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям керемет несі. Одан кейін оны кейбір мешіттерде, мысалы Алматыда болды, жаңағы Темірбек деген бауырымыз өзімізде оқыған. Сол кісі ұйымдастырып, кәдімгідей андай викторина сияқты сұрақ жауабымен әдемі жасаған, электронный форматта. Соны біраз мешіттерде сол жастарға арналған хадистен не болды, жаңағы жарыстар, конкурстар болды. Алматыда бір-екі мешітте сол несіне қатыстым, төралқа дейді ғой, әділ қазылар ретінде. Одан кейін Жаркентте болды. Керемет, жастарды хадиске баулу, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадисін не айтқан жастарға қатысты, жастардан не күткен пайғамбарымыз деген сияқты ғой. Жастар соны оқып әрине түсінсе, мәніне үңілсе, әрине тек қана қайырлы болады ғой. Алға қарай дамуына, өсуіне себепкер болатын, ынталандырады, жігерлендіреді. Сахабалардың да дені пайғамбарымызды қолдаған, оған иман келтіріп, жан-жақты пайғамбарымызға қолдау көрсеткен сахабалардың да дені жастар болған ғой. Әрине. Жаңағы енді біз сіздің біраз еңбектерін танимыз ғой өзіміз, бірақ енді халыққа білсін деп айтып жатырмыз да. Жаңағы подкасттың басында айтып жатқан есіңізде ме, сапарыңыз жайлы ше, Департқа сапарыңыз жайлы. Содан кейін сол сапарға барған соң Алланың қалауымен кітап шығардыңыздар, кәдімгі ұжымдық кітап шықты, монография шықты. Енді
соңғы уақыттарда мына Афганистанда орын алған дүние, басқа жағдайлар Диабан мектебіне зерттеу қызығушылық қатты артып кетті. Біздің мемлекетімізде соған көңіл бөліп. Сол сапар жайлы айтсаңыз, сапарыңыз қалай болды? Жаңа неге Пакистанға баруыңыз? Бұл сапар сізге қандай пайдасын берді? Диабант медреселеріне, университеттеріне сапарымыз өте біз үшін енді өте жаңағы жемісті болды деп ойлаймын. Енді бұл ислам әлеміндегі бүгінгі таңда кәдімгі тірі мектеп ретінде бүкіл мұсылман елдеріндегі ғалымдар мойындаған үлкен мектеп қой. Жыл сайын мыңдаған шәкірттерді оқытып шығарып жатқан, Ханафи мазхабы платформасында қалыптасып дамыған. Енді оның тарихын, жалпы қалыптасу себептерін, тағы басқа жаңағы сол Диабантқа қатысты подкасттарымызда айттық. Енді ол медресені, Диабант медреселерін зерттеу негізгі жаңағы мақсатымыз біздің елімізде орын алып жатқан әртүрлі діни, мысалға құбылыстар бар, діни ұстанымдар, көзқарастар бар, мысалға тарап жатқан. Соларға енді ғылыми баға беру, бұл әрине еліміздегі жоғары оқу, бірегей жоғары оқу орны болып саналатын дін мамандарын дайындайтын, ислам танушыларды, дін танушыларды дайындайтын сол университеттің жаңағы қабырғасында жұмыс істеп еңбек етіп жүргендіктен соған ғылыми баға беру әрине бірінші кезекте бізге түседі. Соның жүгі, салмағы. Ол қандай бір мектеп, немесе сол мектептен шыққан қандай да бір діни топ болса, немесе бір діни көзқарас болса, сол қаншалықты дұрыс, қаншалықты бізге сай емес деген мәселелер көп туындайды ғой сұрақ ретінде қоғамда. Солардың бір жаңа өзіңіз айтқандай, бүгінгі таңда мысалға әлемдік деңгейде мысалға қарайтын болсақ, немесе аймақтық деңгейде де алып қарауға болады. Мысалы Ауғанстан еліндегі Талибан қозғалысы бүгінгі таңда Ауғанстанды толық сол жақтағы билікті қолына алып, ислам имаратын құрған, діни кәдімгі мемлекет құрып отыр. Сол Талибан қозғалысы, олар жаңағы сол Диабант мектебінен шыққан, негізі медреселерінен шыққан. Сол Диабанттағы Хаққания медреселерінің шәкірттері, Талибан деген өзі шәкірт деген мағынаны білдіреді. Міне солардың жалпы ұстанымдары қандай, олар неге осындай бір діни, саяси және қарулы бір әскери, милитарлық дейміз ғой, сондай бір қозғалыс болып пайда болды. Оның ар жағында Диабант мектебі тұрған болса, демек ол Диабант мектебі соған үгіттей ме адамдарды, өзінің шәкірттерін сондай бір әскери бір күш болуға, сондай бір әскери ұйымдар жасақтауға үгіттей ме деген бір сұрақ туындайды, табиғи заңды сұрақ. Одан бөлек сол Диабант мектебінен шыққан белгілі деңгейде әлемдік қозғалысқа айналған үлкен таблиғи жамағат деген ұйым бар. Әлемде бір 6-7 елде ол ұйымға тыйым салынған, сол елдердің бірі Қазақстан. Көбісі сол өзіміздің бұрынғы Совет одағының мемлекеттері ғой, жаңа Ресейде тыйым салынған, Қазақстанда, Тәжікстанда, Өзбекстанда деген сияқты. Басқа елдерде ол еркін. Мысалға бүкіл әлемнің, басқа Европа болсын, басқа да елдерде ол еркін жұмыс істейді. Енді осы таблиғи жамағат деген үлкен бір қозғалыс, діни дағуаттық дейміз ғой, діни миссионерлік қозғалыс. Оның бастауы да сол Диабант медреселерінен басталады. Оның негізін қалаған ғұламалар сол Диабант медресесінен шыққан. Енді осы таблиғи жамағат белгілі деңгейден біздік заңмен тыйым салынғандықтан қазіргі таңда көп енді айтылмайды ол жайлы көп, бірақ естеріңізде болса 90-шы жылдары, 2000-шы жылдары тыйым салынғанға дейін, 2010-2010-нан былай қарай 2015-ке дейін тіпті ол өте белсенді топ болды. Діни жамағаттар арасында, мешіттерде, тіпті көшелерде жүріп, үйді аралап жүріп, тіпті дағуат айтқан сондай бір топ болды. Енді олардың ұстанымдары жаңағы кейбір адамдардың шынымен де көңіліне жаққан жоқ. Киген киісіне, үстіне киген киімінен бастап жүрген жүрісі, тұр-тұрпаты, сөйлеген сөздер тағы басқа. Сондықтан бұлар кімдер, бұлар қайдан келді, неге бұлар осындай киінеді, неге бұлар осылай көшеде жүріп жаңағы елге дағуат айтады деген сияқты сондай бір әртүрлі сұрақтар туындады. Бұлардікі дұрыс па, бұрыс па деген сияқты.
осылайша көптеген сұрақтар туындайды. Одан бөлек жаңағы мына соңғы неде қаңтар оқиғасынан кейін жаңағы ұсталған бір қарулы топ болды ғой, діни топ. Оның кім екенін басында ешкім білген жоқ. Олардың түрлері жаңағы былай пәкістандықтарға ұқсайды, киім киістері, үйлерінен қару табылып ұсталып. Енді оның ар жағында білмейміз ғой. Ол шынымен сондай бір қарулы топ па әлде қалай болғанын Алла біледі оны ар жағын. Бірақ мына әлеуметтік желілерге немесе бүкіл жаңағы хабарларға солай тарады. Кейін олардың яқин инкар екендігі айтылды. Яқин инкар деген топ екендігі айтылды. Олардың ар жағы сол жаңағы таблиғ жамағат соның ішінен шыққандығы айтылды. Енді осындай сұрақтар көбейді. Одан кейін біздің еліміздің батыс өңірлерінде өздеріңіз білесіздер, кәдімгі мешіттердегі өзіміздің жамағат, мешіт жамағатының өзі кезінде болған жаңағы сол ұстаз болып қызмет еткен кейбір кісілердің себебінен екіге бөлініп кетті. Мысалы ханафи жамағатының өзі деобандқа еліктейтіндер, деобандтың пәтуаларымен жүретіндер, немесе муфтияттың пәтуасымен жүретіндер деген сияқты. Осылайша бұл үлкен бір не ғой, проблема ғой негізі. Жамағаттың бөлінуі. Бөлінуі бұл бүлікке себеп болады, оның ар жағында алауыздыққа себеп болады. Осы нәрселер кейін сұрақ болып қойыла бастады да қоғамда. Кімдер бұлар, неге бұлар бүйтіп айтады, неге бұлар қазақтың мысалға салт дәстүрін мансұқтайды, наурыз харам деп, домбыра харам деп, тағы басқа дүниелерді харам деп. Сондықтан сұрақтар көбейгендіктен енді оған бір ғылыми баға беру керек болды. Ал ғылыми бағаны бергенде біз отырып алып университетте немесе бір кітапханада отырып алып немесе интернетте отырып бір жақты қарап бір жақты баға беру ол дұрыс болмайды. Сондықтан біз объективті болу үшін кез келген ғылыми зерттеу ол объективтілікке негізделеді, осы принцип ретінде. Біз объективті болу үшін өзіміздің зерттеуіміз, беретін бағамыз, біз сол медреселерді өзіміз барып көрейік, университеттерін көрейік, үлкен ұстаздармен жолығайық, үлкен жаңа шейхтармен көзі тірі ғой, мысалға жаңа шейх Тақи Усманилер бар, тағы басқа да Абулқасим ан-Нұғманилер бар, мысалға қазір көзі тірі үлкен сол Деобанд мектебінің белді ғалымдары. Сол кісілерге барып танысып, сұхбаттасып, сол жердің жаңа жалпы сол университеттерінің, Деобанд медреселерінің оқу бағдарламасын көрейік, ғылыми базасын көрейік, кітаптарын көрейік, олардың ұстанымдары, өздерінің көзқарастары қандай екен деген сияқты біраз дүниелер ашылды сол кезде. Яғни бір мысал ретінде бір ғана мәселені айтайын. Жаңа кейбір біздің батыс өңірлердегі кейбір бауырларымыздың сол Деобандқа еліктеп, сол жаққа қызығып жүрген ішінен мысалға 5 уақыт намаз оқығанда имаммен бірге бізде мына Орта Азияда қалыптасқан бір дәстүр ретінде жамағат болып имаммен бірге отырып тәсбih тартып, аятыл курси оқып, оның артынан Құран оқып, бірге бір дұға жасап сөйтіп тұрамыз ғой. Енді соны бидғат деп жүргендер шықты да. Осы ханафиміз деп жүргендердің ішінен соны бидғат дегендер шықты. Оған қарсы болғандар әу бастан сәләфи бауырларымыз еді, білесіздер. Соған қарсы болғандар. Енді бұлар да дәл сол ұстанымды айтып тұр ғой сонда. Бірақ аттары ханафи бұлардың. Сонда жаңа Пәкістанға барғанда үлкен сол университеттердің бірі, Деобанд мектебінің үлкен университеттерінің белді оқу орындарының бірі Бенури Таун деген университет бар, Карачиде. Дарул-Улум Карачиден кейінгі ең үлкен университет сол болып табылады екен. Сонда сол университетке барғанда үлкен ұстаздарымен, сол жаңағы университеттің негізін қалаған шейх Мұхаммад Юсуф бин Нури, Алла рақымына бөлесін ол кісіні, сол кісінің ұлы болды сол жерде өзі. Одан кейін үлкен ұстаздар сол жердегі басшылықтағы жаңағы. Сол кісілермен отырып әңгімелесіп отырған кезде бір ұстаз айтып қалды да, мен Қырғызстанда болдым дейді. Қырғызстанда болғанда сіздерде мына мешітте құлшылық жасаған кезде 5 парыз намаз оқығаннан кейін әсіресе бір керемет бір өздеріңіздің діни дәстүрлеріңіз бар екен, сол маған ұнады дейді да. Қандай десек жаңағы имаммен бірге отырып намаздан кейін тәсбih тартып, одан кейін барып Құран оқып, дұға жасап, бірге жамағатпен солай істейді екенсіздер ғой. Сол маған керемет ұнады дейді. Мысалы ұстаздары не деп жатыр? Ана жақтағы, мына жақтағы жастар не деп жүр деген сияқты ғой. Сол жаққа еліктеп жүрген. Сондықтан жерде сол қайнар көзінің өзіне барып
зерттеу жұмысы. Зерттеп көріп өздерінің кітаптарынан солар өздерінің көзқарастарын өздерінен артық ешкім білмейді ғой олардың. Сондықтан сол тұрғыдан баға беру бұл жерде бірінші кезекте маңызды болғандықтан сол Пәкістан сапары, ар жағында Үндістан. Екі жаққа барып кеттіңіз, Пәкістанға да Үндістанға да бардық. Өйткені Үндістан ол бесігі ғой, Деобанд мектебінің шыққан жері сол Деобанд. Басқа да елді мекендерге тараған ғой, бірақ жаңағы негізгі орталығы Деобанд. Сол жерде отырған үлкен шейх, қазіргі үлкен ғұлама, сол Деобанд мектебінің Абул Қасым Нұғмани, сол кісінің өзінің қабылдауында болдық. Бірақ Үндістан мен Пәкістанды салыстырғанда кәдімгідей жер мен көктей айырмашылық бар екен. Қай жағынан? Жалпы мына мұсылмандардың жағдайы жағынан. Яғни мұсылмандардың жағдайы жағынан, одан кейін жалпы Деобанд медреселерінің жағдайы жағынан, ахуал жағынан. Енді Пәкістан ол 1947 жылы ағылшын отарлауы біткен кезде, ағылшындар Үндіс жерінен кетіп бара жатқан кезде, сол үнді елін бір тұтас болған. Бөліп кетті ғой. Бангладеш, Үндістан, Пәкістан және Бангладеш етіп. Мына жағы Кашмир өз алдына үлкен бір жаңағы проблема, ол сондай бір таласты аймақ болып қалды. Әлі күнге дейін ол үлкен бір даулы аймақ. Осылайша бірнеше елге бөліп кетті. Оның бөлінуіне тіпті сол мұсылмандардың да өздерінің несі болды, енді белгілі деңгейде жаңағы қалауы болды деп айтады. Сол кезде Деобанд ғалымдарының өзі саяси тұрғыдан екі көзқарас ұстанған екен, екі бөлік. Яғни бір тобы айтқан, жаңағы шейх Махмуд Хасан ад-Деобанди бастаған оның шәкірттері, олар айтқанда біз бір тұтас ел болып қалуымыз керек. Біз әрине дініміз, нанымыз бөлек болғанымен, біз бір халықпыз бәрібір. Қанымыз бір түбінде. Тіпті шариғи тұрғыдан негіздеуге тырысқан сол ұстанымды. Мысалға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинаға барғанда көшкенде, Мәдинада ол жерде мұсылмандар да болды, мүшриктер де болды, әхлі кітаптар да болды. Бірақ соның барлығы бір қауым болып, бір ел болып тұрды ғой. Мәдина конституциясын жазып деген, келісімін жазып. Сол сияқты бізде бір ел болып тұруымызға болады деген бір ұстанымды алға тартты. Мына жақта керісінше шейх Шабир Ахмад аль-Османи сынды тағы басқа да ғалымдар жоқ деді, біз Үндістанның ішінде қалатын болсақ бір ел болып бүкіл, онда біз бәрібір аз боламыз мұсылмандар. Үндістермен салыстырған кезде олар бәрібір ықпалды болады, олар бәрібір үстем болады бізден. Сондықтан уақыт өте келе бәрібір біз өзіміздің жалпы діни бірегейлігімізді, мұсылманшылығымызды жойып алуымыз мүмкін, жоғалтып алуымыз мүмкін деп олар сондай нетті. Жаңағы біз бөліну керекпіз деген ұстанымда болды. Пакистан деген жаңағы таза ел, ширктен, күпірліктен таза ел деген мағынада Пакистан деп содан құрылған. Сөйтіп Деобанд ғалымдарының өзі осындай екі көзқарасты негізі саяси тұрғыдан ұстанған екен. Кейін сол Пакистан деген, мына жақта Бангладеш деген екеуі бір ел болған басында, бірақ кейін екеуінің арасында шекара жоқ, ортасында Үндістан бар, барыс келіс қиын. Одан кейін бұлар өз бенгалдар, өз нәсілі бөлек қой, олардың тілі бөлек. Сондықтан олар өздері Бангладеш болып кейін қалыптасты. Мына жақта Пакистан. Пакистан енді таза мұсылман ел болғандықтан ол жерде еркін. Жалпы дінді ұстану жағы болсын, діни медресе ашам десеңіз де, университет ашам десеңіз де, жан-жақты енді қолдау болады айтқанда. Еркін. Үндістанда кішкене ондай еркіндік жоқ. Қазіргі таңда тіпті кейбір медреселерді жауып жатқаны, тіпті Деобандты да жапқысы келіп, сондай бір әрекеттер жасап жатқандығын айтады. Сол жаққа барғанда да бізге солай айтты. Біз енді Пәкістанда болып алғашында, одан кейін Үндістанға жол жүретін кезде сол ұстаздардың бірі айтты бізге: сіздер қазір жәннатта жүрсіздер деді. Біз түсінбей қалдық, біз қалай сонда деген кезде. Яғни сіздер Үндістанға кетіп бара жатсыздар ғой. Енді Үндістанмен салыстырғанда мына жер жәннат деді сіздер үшін. Шынымен де Үндістанға барғанда сол сөздің мәнін түсіндік. Көзіміз жетті оған. Яғни неге? Өйткені біраз қиналдық ол жерде. Деобандқа бара жатқан кезде де мысалға Деобандтың айналасындағы бүкіл елді мекендер қаншама жаңағы бірде бірінде қонақ үйге бізді қабылдаған жоқ. Қонақ үйлер бос тұр. Бірақ жаңағы немізді береміз, құжатымызды қарайды. Енді мұсылман екеніміз көрініп тұр ғой жалпы. Қабылдамайды бізді. Басында түсінген жоқпыз, кейін түсіндік. Мемлекет тарапынан сондай тыйым салынған. Яғни басқа мұсылман елдерінен ешкімді келтірмес үшін. Тіпті виза беруді де
қаншама жылдар бұрын тоқтатып тастаған екен, жаңағы студенттік виза деп айтамыз ғой, сол Деобандта оқуға. Оның алдында мысалға 90-шы жылдары, 80-ші жылдары, 70-ші жылдары әлемнің түкпір-түкпірінен келіп оқитын болған екен сол жерде. Қазір тек қана үндістандықтар оқиды. Тіпті Пакистаннан да ешкімді көре алмайсыз ол жақта. Сондай бір қысып тастаған бір нені көрдік та енді. Сондықтан ол жақтағы модель кішкене өзгеше, Пакистандағы модель өзгеше деген сияқты ғой. Оңтүстік Африкадағы модель өзгеше. Жағдайға байланысты, жаңағы саяси жағдай, ахуал сол әр елдегі әсер етеді екен қанша дегенмен. Осы сапарыңызда бүкіл жаңағы алған ақпараттың бәрі неге монография енді ғой түгел, иә? Иә, әрине біз ол жерде монографияда негізінен Деобанд мектебінің қалыптасу тарихы, жалпы тарихи тұрғыдан, тарихи кезеңдерін баяндадық. Одан кейін саяси тәжірибесі, Деобанд жаңа айттық қой, Талибан шығып жатыр, Пакистан мемлекеті құрылып жатыр, мына жақта Бангладеш мемлекеті құрылып жатыр деген сияқты. Бұның бәрі саясатпен тікелей байланысты нәрсе. Сондықтан мысалға Пакистандағы Деобанд ғалымдары болсын, немесе Деобанд мектебінің біраз өкілдері, бұлар саяси партия құрып, кәдімгідей сондай саяси бір белсенділік танытқан, әлде танытуда деп айтуға болады. Сонда саяси қырын зерттеу маңызды болды. Одан кейін екінші кезекте таза діни тұрғыдан баға беру, жаңа ақидалық тұрғыдан, оларда ақида мәселесі қалай деген сияқты ғой. Дәл бізге сай ма, әлде өзгешелік бар ма? Олар ханафи негізі, бірақ ханафи болғанда да бізде мынандай бір сұрақтар туындады ғой осыған қатысты. Жаңағы Деобандқа қатысты туындаған ең үлкен сұрақтардың бірі мынандай болды. Немесе бізге қарсы бір уәж ретінде айтылды ол. Кейбір сәләфи бауырларымыз тарапынан айтылған уәждің бірі мынандай болды. Сіздер бізді радикал деп айтасыздар, дінде қатты кеткен шектен шығушылар деп айтасыздар, бірақ сіздерден де радикалдар шығып жатыр ғой. Яғни ханафи матуридилерден. Кімдер олар дегенде жаңа сол нені Талибанды айтады. Одан кейін жаңа тағы басқа да мына Кашмирдегі көптеген қарулы топтар бар ғой, діни қарулы топтар. Жейш Мұхаммад сынды, Джамму Кашмир сынды, тағы басқа. Соларды айтады. Одан бөлек мына таблиғ жамағат мысалға. Мынаншама елде тыйым салынған экстремистік топ ретінде мысалы біздің елде де тыйым салынды деген сияқты. Олар да ханафи, олар да матуриди ғой дейді да. Ендеше сіздерден де радикалдар шығып жатыр деген бір уәж айтылды. Енді осыған біз жауап беру үшін шынымен де матуридилік ақиданы олар толыққанды ұстана ма? Әлде басқа да сенім мектептерін араластыра ма деген мәселе туындады да жерде. Соны өз көзімізбен көріп, білу үшін әрине баруымыз керек болды. Және сол Деобанд ғалымдарының өздерінің кітаптарынан, еңбектерінен соны қарап, соған баға беру маңызды болды да. Одан кейін фиқхи тұрғыдан, енді фиқхи тұрғыдан әрине мәселелер көп болды, бізбен олар бүгінгі таңда көтеріліп жатқан. Бірақ оған көп тоқталған жоқ. Ол жерде негізінен сол фиқх бойынша олар қандай жүйемен оқытады, қандай кітаптармен оқытады, сол жағы ғана жазылды. Методологиясы. Ал енді жаңа мәселелер бар ғой, сақалдың үкімі, ниқаптың үкімі, одан кейін жаңағы не бар, домбыра, немесе музыкалық аспаптардың үкімі, наурыздың үкімі деген сияқты өте нәзік мәселелер ғой олар біз үшін, әсіресе біздің қоғам үшін. Осы мәселелердің бір жауабын толыққанды беру үшін әрине оған әр мәселеге жеке-жеке бір зерттеу, жеке-жеке бір жаңағы мақала түрінде бола ма, әлде бір кішігірім кітапша түрінде бола ма, соны кейінірек сондай жазылу керек деген бір тұжырымдама жасадық ол жерде, жеке-жеке. Шейх Салах Абул Хаждың жаңағы Лихия деген еңбегі бар ғой, сол форматта. Мысалға ол жерде ол кісі Деобанд ғалымдарына раддия береді, сол сақалдың үкіміне қатысты мәселен. Сол форматта енді музыкалық аспаптарға дейміз ба, әлде наурыз мәселесіне қатысты дейміз ба, тағы басқа да сол талас тудырып жатқан мәселелерге бір жауап жазылу керек деп соны тұжырымдадық. Оны ана жерге монографияға ол толыққанды бір бәрін енгізетін болсақ, ол жерде шынымен де мәселе көбейіп кетеді. Одан кейін монографияның жарық көруі де созылатын болды. Сол үшін оны кейін жекелеген осы фиқх мамандары өздеріңіз сияқты жазып, зерттеп, соны толыққанды бір жауабын береді деп сондай тұжырымдадық. Одан кейін соңында сопылық мәселесі, сопылық мектептері бар, сопылық тариқаттары бар.
соларға қатысты олардың ұстанымы қандай, жалпы сопылықты мойындай ма мойындамай ма деген сияқты сол жағында жаздық. Осы мәселелер тұрғысынан жан жақты қарастыруға тырыстық. Машалла, керемет сапар болыпты ұстаз. Аллаға шүкір, белгілі деңгейде. Бұл жерде араласу тілі араб тілімен сөйлестіңіздер ме или ағылшын? Ол жаққа барғанда біз екі тілде сөйлестік. Арабша негізгі тіл. Ұстаздардың барлығы арабша біледі. Ал енді шәкірттерден мысалға арабша білмейтіндер де көп екен. Неге? Өйткені ол жақта жергілікті, мысалы Пакистанда немесе Үндістанда жергілікті шәкірттер негізінен урду тілінде оқиды. Ол жақта енді діни мәтіндер негізгі тәпсір болсын, хадис болсын барлығы арабша болғанымен шарықтардың барлығы олар оқитын, өздері оқитын жаңағы урду. Шарықтар бар, хашиялар бар, тағы басқа. Урду тілінде болғандықтан олар сол урду тілі оларға жеткілікті негіз белгілі деңгейге дейін. Бірақ ары қарай уже 8 жылдық медресесінің жаңағы 8 жылдық оқу жүйесі бар, олардың өзінің дұрыс низамия деп аталады. Соны бітіргеннен кейін тахассусқа өткен кезде өзі уже арабша білу керек. Тахассусты оқитындардың барлығы дерлік арабша біледі бұл жақта. Тіпті сол енді университет деңгейіндегілер де арабша біледі деуге болады. Жалпы мына оқу жағынан, түсіну жағынан кітаптарды. Бірақ сөйлеу жағынан енді практика болмағандықтан кейбіреулер қиналады. Ал ұстаздардың барлығы арабша таза сөйлейді екен. Өте терең біледі араб тілін. Одан кейін екінші тіл ағылшын тілі болды. Енді әсіресе Пәкістанда ағылшынша еркін. Олар енді ұстаздары сөйлейді екен, түсінеді екен. Екі тілде түсіністік. Енді урду тілін білсек тіптен жақсы болады еді әрине. Урду тілі өйткені олардың енді ана тілі ғой, негізгі. Өздерінің көптеген кітаптар, шарықтар, жаңа айтылғандай хашиялар жазылған. Өте маңызды тіл ол да. Маған әрқашанда сіздің сапарыңыз қызық болатын да. Әдетте бізде мысалы үшін Мысырға баратындар бар, Иорданияға барады, Түркияға барады, бірақ енді осы сіз сияқты сапармен мен бірінші рет өзім естіп отырмын, осы барып ғылыми жұмыс жазып қайтқан ұстаздардың осы неге Пакистанға, Үндістанға. Алла разы болсын, еңбегіңіз шықты ғой, иә? Жарыққа шықты монографиямыз. Сатылымда бар, иә, қазір? Иә, Нұр-Мүбарак университетінде Абу Ханифа баспасынан сол жақтан шыққан, иә? Сол жақтан шыққан, солар бізге енді автор ретінде өзімізге бір данадан берді. Қалғанын сол университет өз қаражатына шығарғандықтан. Сол жақта қылды. Енді несін ақтау керек қой, жаңағы қағазын, сиясын дегендей. Сол жақтан, иә, егер кітап қызық болатын болса, Нұр-Мүбарак университетінің Абу Ханифа ғылыми зерттеу орталығы бар. Сол жақта басылып шыққан кітап. Кім алатын, қызықса алғысы келсе сол жаққа хабарласып алсаңыздар болады. Алла разы болсын ұстаз. Диапан мектебі жайлы, Пакистан жайлы, Үндістан жайлы хабар бергеніңізге. Бір салауат 10 күнәнің өшірен себепкер. Бір салауат 10 жақсылықтың жазылуына себепкер. Бір салауат күллі құлшылықтан артық. Иә, ислам тарихында көптеген адамдар бастарынан түскен қиыншылықтан арылу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтатын болған. Мейлі дерттерден шипа іздесін, немесе қысқан қарыздан құтылу үшін үнемі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат айту арқылы осы қиыншылықтың бәрінен арылған. Осы орайда халқымыздың ыстық ықыласынан пайда болған ислам тарихында ұлы ғалымдардың бірі имам Жазули рахималлаху тағаланың Дәләл-ул Хойрат кітабын төл тілімізге аударып, сырға толы салауат деген есіммен сіздерге ұсынғанбыз. Бұл кітап ислам тарихында Құраннан кейінгі ең көп таралған кітаптардың бірі. Ілгеріде мұсылмандардың әрқайсысының үйінде қасиетті Құран кітабының қасында осы Дәләл-ул Хойрат кітабы да орын алған. Себебі мұсылмандар ғасырлар бойы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтуды шет қалдырған емес. Бұл кітапты қазақ халқына бейімдеп, салауат айтуды бір ізгілікке, әдетке ендіру үшін біз 21 күнге бөліп қарастырдық. Кітапта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтудан бөлек Алла елшісінің кесін келбеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ерекшелігі және Алла елшісінің абзалдығы қатар енгізілген. Бұл кітапты оқу арқылы сіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген махаббаттарыңызды арттырып, және Алла елшісіне салауат айтуды бір ізгілікке қояды деп сенеміз. Кітап жайлы толық ақпарат үшін көрсетілген нөмерге хабарласыңыздар. Біз енді шамамыз келгенше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның әртүрлі қырларын, сырларын халыққа баяндап жеткізіп жүрміз да. Негізі подкастымызда осы мақсат сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бір сырларын ашу негізгі мақсат. Енді сізге енді ақида маманы ретінде сізден бір сұрағымыз келген бірнеше сұрағымыз бар. Осы бір пайғамбарлар жайлы бірнеше сұрақ қойсақ деп едік. Дінімізде үкім жайлы осы қарапайым халыққа бір қарапайым тілде біз пайғамбарлар кімдер және пайғамбарлардың бір қажеттілігі қандай деген сияқты сұраққа жауап берсек.
Өйткені қазір қоғамда енді білесіз ғой, әлеуметтік желі бар, басқасы бар. Адамдар әртүрлі адамдарды өздеріне үлгі тұтады. Осы менің жаңағы кумирім деген сияқты, анау дейді, мынау дейді. Бірақ енді бізге мұсылман ретінде баршамыздың үлгі тұтатын тұлға пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Осы жерден бір жүйелі түрде бір айтып өтсек деп едім. Пайғамбар деген нәрсе дінімізде қалай түсінеді, жалпы пайғамбар деген кім? Өте өзекті мәселелердің бірі бұл негізі. Біздің бүгінгі таңда тек қана біздің қоғамда емес, жалпы мұсылман елдерінде деп айтсақ болады. Бұл мәселе неге? Өйткені бүгінгі таңда енді пайғамбар деген ол Алланың елшісі, Алланың сөзін, Алланың үкімдерін, бұйрығы мен тыйымдарын адамзатқа жеткізетін тұлға ғой, таңдаулы тұлға. Негізі енді Құрандағы пайғамбар деген, жалпы пайғамбарлық деген ұғым тұрғысынан қарайтын болсақ, Құранда келген мысалы пайғамбарлыққа қатысты қаншама аяттар бар. Соны қарайтын болсақ, мысалға пайғамбар деген ол Алланың елшісі. Яғни Алла тағала адамзатты жаратқаннан кейін, оған ақыл сана бергеннен кейін, әртүрлі қабілеттер, әртүрлі сезімдер бергеннен кейін адамға өзге жаратылыстардан бір ерекше жаратылыс етіп жаратып, тіпті өзінің халифасы жер бетіндегі, жаңағы Алланың жер бетіндегі бір халифасы, бір өкілі ретінде өзі атап, ерекше бір өзінің мейірімімен, рақымымен бүкіл есімдеріне айна болатындай етіп, Алла тағаланың көркем бүкіл есімдеріне, сифаттарына айна болатындай етіп, адамзатты ерекше бір жаратылыс етіп жаратты. Енді осындай бір жаратылысты жаратқаннан кейін, оған ақыл сана бергеннен кейін, басқа жаратылыстарда болмаған, мысалға жан-жануарларда, жәндіктерде, аң құстарда мысалға, біздегідей ақыл сана жоқ қой оларда. Біздегідей ерік қалау деген, жаңағы оларда мұндай бір қабілеттер жоқ. Бізде бар енді. Демек, Алла тағала бізге осындай бір керемет қабілеттерді, нығметтерді нәсіп еткеннен кейін, демек бізді бір белгілі бір мақсатта жаратты деген сөз да. Оның ар жағында бір хикмет бар деген сөз. Өйткені Алла тағаланың әрбір ісінде хикмет бар. Бостан бос, мағынасыз, мәнсіз іс қылмайды Алла тағала. Демек, сол Алланың хикметі не? Бізді жаратудағы мақсаты не? Алла тағала бізді осындай ерекше бір жаратылыс етіп жаратқаннан кейін бізден не талап етеді, не күтеді деген мәселе ғой оның ар жағында. Енді соны біз өз ақылымызбен соған жете аламыз ба? Әлде Алланың бізден не қалайтынын, не талап ететінін, не күтетінін бізге жеткізетін бір тұлға керек пе деген мәселе ғой бұл жерде. Сондықтан ақида кітаптарында жаңағы мәтіндерде келеді, пайғамбарлардың жіберілу мақсаты не деген кезде, немесе адамзаттың пайғамбарларға мұқтаждығы, зәрулігі деп айтамыз ғой, мысалы, зәру болуы. Осындай бір мәселе алға тартылған. Сонда айтады, Алла тағала енді адамзатты жаратқаннан кейін бұл дүниеге белгілі бір қабілеттермен ерекше бір жаратылыс етіп, демек адамды сынайды деген сөз. Демек бұл дүние, Құранның өзінің тілімен айтатын болсақ, Құранда Алла тағала өлім мен тіршілікті сынақ үшін жаратқан дейді ғой. Қайсың жақсы амал істейсіңдер, қайсың керісінше әрекет қыласыңдар. Әркім өзінің іс әрекетімен сыналады бұл дүниеде. Сондықтан да бұл дүние сынақ мекені болғандықтан, адам баласы бұл дүниеде сыналғандықтан, ғайып деген ұғым бар да ол жерде. Яғни, демек, сол сынақтың ең үлкені иман. Яғни Аллаға сену мәселесі. Сынақтың ең үлкені осы болғандықтан, сол иман ғайыптан болу шарт. Құранда мысалға мүміндерді сипаттаған кезде, бірінші ең негізгі, ең айқын сипат ретінде әлләдина юъминуна бил ғайб деп айтқанымыз, мысалға. Олар ғайыптан иман келтіреді. Алланы көрмесе де, естімесе де, тікелей сөйлеспесе де иман келтіреді деген мағынада. Демек, сынақтың негізгі мәні осы жерде жатыр да. Сондықтан кейбір материалистік санадағы адамдар
Құдай болса неге оны көрмейміз деген сияқты, неге оны тікелей сезбейміз деген бір уәждерді айтады. Егер Құдайды біз көретін болсақ, бүкіл адамзат Құдайды ашық көретін болса, немесе ашық сезетін болса, еститін болса, немесе сөйлесетін болса онымен, онда бұл өмірдің, бұл тіршіліктің сынақ болуының мәні қалмайды ғой ешқандай. Ол кезде барлық адам мәжбүрлі түрде иман келтірген болады Құдай тағалаға. Неге? Өйткені қаласа да қаламаса өйткені көріп тұр ол. Немесе тікелей естіп тұр деген сияқты ғой. Сондықтан Құранда Шура сүресінде келген аят бар ғой, 51-ші аят, қателеспесем. Сол аятта не дейді Алла тағала? Ауыз білемін шайтаннан. "Ума кана ли башарин ай юкаллимаху Аллаху илля вахьян ау ми варая хиджабин ау юрсила расулан" дейді. "Фа юхия бииднихи ма яша". Алла тағала дейді адамзатпен тек мына үш жолмен ғана сөйлеседі дейді. Тек Алла мен адамзаттың арасындағы байланыс үш жолмен ғана болады деген сөз. Біріншісі вахи арқылы, яғни оны тәпсірлерді ғалымдар көкейіне салу арқылы дейді, бір белгілі бір мағынаны, белгілі бір ойды, яғни аян дейміз ғой, аян беру арқылы. Екіншісі ми варая хиджаб, яғни көрінбей оған онымен тілдесуі, немесе ау юрсила расулан, немесе елші жіберу арқылы, яғни періште жіберу арқылы, немесе пайғамбар жіберу арқылы. Енді демек Алла тағала адамзатты жаратқаннан кейін одан не талап етеді, одан не күтеді, соны оған білдіру үшін Алла тағала не істейді? Періште арқылы уахи түсіреді. Оны пайғамбарға түсіреді. Бір адамға ғана түсіреді. Уахиді тікелей пайғамбар өзі алады, өзі қабылдайды. Уахиді сезетін пайғамбар. Ал әр адамға Алла тағала жеке-жеке уахи түсірмейді. Егер әр адамға жеке-жеке уахи түсіретін болса, онда тағы да бұл өмірдің сынақ болуының мәні қалмайды. Онда барлық адамзат жаппай мәжбүрлі түрде қаласа да қаламаса да Құдайға сенуге мәжбүр болады. Алла тағала бізден мәжбүрлі иманды талап етіп тұрған жоқ бізден. Бізден Алла тағала ерікті түрде, саналы түрде, өз қалауымызбен, өз ықтиярымызбен иман келтіруімізді талап етеді, қалайды, және өмірдің сынақ болуының негізгі мәні де сол жерде жатыр да, негіз. Сондықтан Алла тағала бүкіл адамзатқа жеке-жеке тіл қатпайды, жеке-жеке көрінбейді. Не істейді? Адамзаттың ішінен белгілі бір тұлғаны таңдап, соған уахи түсіреді. Сөйтіп сол тұлға, сол пайғамбар деп аталатын тұлға, сол өзіне түскен уахиді, Алланың сөзін, бұйрықтарын істейді, адамдарға жеткізеді. Демек, пайғамбардың негізгі міндеті жеткізу. Алланың сөзін, Алланың хабарын адамзатқа жеткізу. Уәмә алейка илләл балағ деп Құранда бекер айтпаған ғой, сенің міндетің тек қана жеткізу. Енді осыны кейбір құраншылдар дейміз ғой, жаңағы тура мағынада түсініп, не дейді? Пайғамбардың міндеті тек қана жеткізу. Олардың түсінігі бойынша пайғамбар бейне бір почтальон сияқты да, тек қана жаңағы почтальонның міндетіне хатты, хабарды алып не істеу, тек қана жеткізіп береді, кетеді одан кейін. Оған араласпайды, ол оқи ма, хатты оқымай ма, оны орындай ма, орындамай ма, онда жазылған үкімдер, оған араласпайды. Солай көреді да, негіз олай емес, пайғамбар почтальон емес ол. Пайғамбар ол жерде пайғамбардың жеткізуі тек қана уахиді жеткізіп қана қоймайды, ол жерде уахиді ол жеткізеді, одан кейін ол оның үкімдерін түсіндіреді, шарықтайды өзінің жаңағы хадистерімен, өзінің іс-әрекетімен, одан кейін соны насихаттайды, соған шақырады адамдарды деген сияқты. Оның ар жағында жеткізудің көптеген қырлары бар, айтқанда. Сондықтан пайғамбардың миссиясы өте ауыр, өте жауапты миссия. Сол себепті Алла тағала адамдардың арасынан, сонау Адам алейхиссаламнан бастап пайғамбарымызға дейінгі аралықта жаңағы пайғамбар жібермеген бірде-бір қауым қалдырмаған екен ғой. Құран аятына қарайтын болсақ та, бірде-бір ескертуші келмеген өзіне, бірде-бір қауым жоқ. Демек, Алла тағала бұл дүниеге адамды жаратқаннан кейін, оны адам етіп жаратқаннан кейін, оның өзінің халифасы болатындай етіп, оны бүкіл жер жүзін игеріп, меңгеріп, бүкіл жаратылысты өзіне қарататын, өзіне бағындыратын бір қабілетте жаратқаннан кейін адамзатты, оған да бір белгілі міндеттер жүктейді. Белгілі бір жауапкершіліктер оған жүктеп, одан бір нәтиже күтеді. Сол себепті
өзінің мұратын, Алла тағала өзінің қалауын, бізден не қалайтынын сол елші пайғамбарлар арқылы бізге жеткізеді. Алла разы болсын. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, ең бірінші келген пайғамбар ол Адам алейхиссалам, ең соңғы пайғамбарымыз ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Енді біздің де негізгі мақсатымыз сол пайғамбарлар арасында ең соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам насихаттауда. Осы өзіңізге бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайлы естіген кезде бір зихніңізге келетін нәрсе бар ма? Мысалы ассоциация дейді бізде. Мысалы Мысыр жайлы естісем сразу жаңағы пирамида еске келеді деген сияқты, немесе сфинкс деген сияқты. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам атын естіген кезде бір осы зат келеді, немесе осы хадис келеді, немесе осы аят келеді деген сияқты бір қалыптасқан дүние бар ма сізде? Бұл сұраққа ғалымдар жауап берген ғой, керемет. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам негізгі есімі Мұхаммед, одан бөлек тағы Ахмед деген есімі бар, тағы Мұстафа, тағы басқа да есімдері бар ғой. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам атының өзі көп мәнді білдіреді дейді, көп мағынаны қамтиды дейді. Мұхаммед деген кезде ол мақтаулы деген мағынасы сол ғой негізі. Яғни Алла тарапынан мақталған, Алланың алдында мақтаулы болған бәрінен бұрын. Сондай-ақ өзін мақтауға тұратындай тұлға болғандығын білдіреді. Сонда ғалымдар айтады да, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам мақтаулы болуының Алланың алдында, ең негізгі себебі бұл Алланың бүкіл көркем есімдерін өз бойында ең көркем түрде, ең жоғарғы деңгейде көрсете білгендігі дейді. Пайғамбарымыз бүкіл адамзаттың, негізгі адамзаттың жаратылу мақсаты сол еді ғой. Адамзаттың жаратылу мақсаты Алланың бүкіл көркем есімдері мен сифаттарын шағылыс, соған айна болу, соны шағылыстыру, өз деңгейінде. Бірақ мысалы Абай атамыз 38-ші қара сөзінде айтады ғой, діни ой толғауларын жазған кезде Құдай тағалаға ұқсау керексің дейді да. Бірақ ұқсау дәл бірдейлік дағуасымен емес дейді. Яғни дәл Құдай болам деген мағынада ондай ниетпен емес дейді. Құдай сақтасын, Құдайдан басқа Құдай жоқ, ешкім Құдайға тең келмейді, оны білеміз. Бірақ ол жердегі ұқсау қай тұрғыдан? Кемелден. Есім сифаттары тұрғысынан. Алланың мысалы, Алла рақымды болса, сен де рақымды бол. Алла мейірімді болса, сен де мейірімді бол. Алла кешірімді болса, сен де кешірімді бол. Алла кең болса, сен де кең бол. Алла жомарт болса, сен де жомарт бол деген сияқты. Яғни әрбір көркем есіміне адам баласы не істей алады? Өз деңгейінде соны тәмсіл ете алады. Өз деңгейінде. Енді бүкіл адамзаттың ішінен Алла тағаланың бүкіл көркем есімдерін ең жоғарғы деңгейде тәмсіл еткен, ең жоғарғы деңгейде бір үлгі ретінде көрсеткен тұлға кім ол? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан пайғамбарымызды көргенде Алла есіне түсетін болған адамдар, Раббысы есіне түсетін болған. Пайғамбар арқылы Аллаға деген сүйіспеншілікке жететін болған адамдар да мысалға. Сондықтан пайғамбарымыз деген кезде бәрінен бұрын енді Аллаға деген сүйіспеншілік, Аллаға деген қалай құл болу керек дейді ғой жаңағы. Аллаға қалай жақын болу керек деген бір ұғымдар жатыр да оның ар жағында. Соның бір керемет үлгісін көрсеткен да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сонда мысалға сопылықта да бар ғой, жылда Мәуліт айында көтерілетін бір не бар, мәселе бар мұсылмандар арасында. Жаңағы мына жақта сәләфи бауырларымыз бар, немесе солардан әсерленген мұсылмандар, мына жақта сопылар бар. Жаңағы сендер неге пайғамбарды әсіре дәріптейсіздер деп жаңағы жазғырады. Мына жақта сонда бұлар не дейді? Жаңағы ләуләка ләмә халақтул афләка деген сияқты сөздерді айтасыздар. Осылайша пайғамбарды әсіре дәріптейсіздер дейді. Жаңағы немесе ең алғаш жаратылған нәрсе менің нұрым деп айтқан деген сияқты. Ол негізі хадистің негізі жоқ деп. Сондай бір сөздер айтылады. Енді ғалымдарымыз не дейді? Бұл хадис емес. Бірақ сәнәді жоқ, яғни. Бірақ мағынасы дұрыс дейді. Кейбір сәнәді әлсіз болуы мүмкін кейбір хадистердің, немесе кейбір сөздердің тіпті сәнәді болмауы мүмкін, яғни хадис болмауы мүмкін, бірақ мағынасы дұрыс болуы мүмкін да. Сонда қалай деген кезде ол ғалымдар айтады ғой. Мысалға ләуләка ләмә халақтул афләка. Мысалға пайғамбарымызды дәріптегенде ерекше бір
сый құрметпен пайғамбарымызды еске алған кезде айтылатын ана сопылар тарапынан көп сөздердің бірі осы. Егер сен болмасаң, уа Мұхаммед, мен мына әлемді жаратпас едім дейді да, Алла тағала айтады. Ғаламды жаратпас едім дейді. Енді ғалымдарымыз айтады, бұл сөздің әрине бұл хадис емес, бірақ бұның мағынасы дұрыс дейді да. Қалай деген кезде айтады. Мысалы, Құранда Алла тағала не деген? Адамзаттың жаратылуының негізгі мақсатын баяндағанда не деген Алла тағала дейді? Ал құлшылық. деген, мен жындар мен адамзатты тек қана маған құлшылық етсін деп жараттым. Және оны тәпсірлегенде лиябудунды лиярифун деп тәпсірлейді. Мысалға сахабалардың өзі солай тәпсірлеген. Мені танып білсін деп, жоғары деңгейде танып білсін деп. Демек адамзаттың жаратылуының негізгі мақсаты Раббысына лайықты түрде құлшылық ету, ал лайықты түрде құлшылық ету үшін оны лайықты түрде тану. Адамзаттың негізгі жаратылу мақсаты осы болып тұр ғой енді. Енді адамзаттың ішіндегі Раббысына лайықты түрде құлшылық еткен, Раббысын лайықты түрде таныған, ең жоғарғы деңгейде танып, соның үлгісін көрсеткен кім дейді да? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Демек, бүкіл әлем, бүкіл ғаламның жаратылуының негізгі мәні адамзат болса, халифа ғой өткен адамзат. Ал енді адамзаттың бүкіл ғалам, бүкіл жаратылыс адамзатқа қызмет етіп отыр да, былай қарасақ. Адамзат үшін барлығы. Жан-жануарлар біз үшін, жәндіктер, бүкіл экосистема, бүкіл бәрі адамның өмір сүру үшін жаратылған нәрселер. Ай, күн, аспан барлығы мысалға Құранның тілімен түсінетін болсақ, біз үшін жаратылған. Ал енді бүкіл ғалам адам үшін жаратылған болса, ал енді адамның өзі Раббысына құлшылық етіп, Раббысын тану үшін жаратылған болса, Раббысын ең жоғарғы деңгейде таныған, оған ең жоғарғы деңгейде құлшылық еткен, және соның ең жоғарғы үлгісін көрсеткен кім? Пайғамбарымыз. Демек, бүкіл ғалам пайғамбар үшін жаратылды десе, ода тұрған не бар дейді да? Күшті айтты. Мағынасы Құранға сай да бұл жерде. Сондықтан пайғамбарымызды мысалға кейбір ғалымдар мысалға былай дейді да, мысалы Мұхаммед деген кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам бірден ойға оралатын қыры ол пайғамбарлық елшілік қыры дейді бірден. Неге? Өйткені Мұхаммед деген есімі пайғамбарымыздың елшілік, пайғамбарлық қырын көрсетеді дейді негізінен. Ал Ахмед деген есімі дейді, оның уилаят дейміз ғой мына, әулиелік, Аллаға жақындығын, сондай-ақ рухани қырын көрсетеді дейді Ахмед деген есімі. Яғни неге? Өйткені Аллаға жақын болу, одан кейін барып Аллаға құл болу лайықты түрде, одан кейін Алланың елшісі болу деген үлкен бір міндеттері бар пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам, және қырлары бар деп айтсақ болады да. Сондықтан бұл жерде пайғамбарымызды аталған кезде, пайғамбарымыздың атын естіген кезде, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам еске алған кезде ең бірінші ойға оралатын нәрсе негізі Алланың ең сүйікті құлы, Аллаға қалай құл болуды, Алланы қалай тануды жоғары деңгейде көрсеткен бір тұлға деп бірден ойға келген осы нәрсе. Бізде осы ақида маманы ретінде бізде ең бірінші жаратылған нәрсе қалам деп айтамыз ғой енді ақида кітаптарында. Мына жақта пайғамбар нұр жаратылған дейді, арасына байланыс қалай істеймін десек, енді бізге бәрі түсінікті болды да. Сұрақ қоймай жатып сіз жауап бердіңіз да. Ол жерде нұр мәселесіне қатысты маңызды болды да, өйткені ол жерде ғалымдар жауап берген, бұған не деген, ең алғашқы жаратылыс ол қалам деген нақты хадис бар оған қатысты. Ал енді менің нұрым немесе пайғамбарымыздың нұры деген кезде ол рухтардың ішінде деп айтады да. Рухтардың ішінде ең алғаш жаратылғаны пайғамбарымыздың рухы деп түсіндіреді негізі сопы ғалымдар. Ода тұрған не бар дейді да, мысалы. Ол ақиқат, ол былай айтқанда ақылға да немесе мына діни жаңағы негіздерге де қайшы емес қой дейді. Мысалға ең алғаш жаратылған рухтар әлемі бар ғой, мысалы біз бұл дүниеден бұрын рухты әлемінде едік. Ең алғаш сол рухтардың ішінде жаратылған пайғамбарымыздың рухы десек, мысалға, ол пайғамбарымызға лайық дәреже ме, лайық емес па мысалы? Лайық қой. Өйткені бүкіл адамзаттың ішіндегі ең ардақтысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Және ең ардақтысы болғандықтан ол ең соңынан келген деп айтады да пайғамбарлардың ішінде. Мөрі болып ең соңғы жаңағы пайғамбардың бүкіл жаңағы елші пайғамбарлардың соңғы мөрі болып келгендігі дейді да. Өйткені
ең құрметті, ең пайғамбарымыздың пайғамбарлығымен, Иә. пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи алып келген шариғатымен, оған дейінгі бүкіл пайғамбарлардың пайғамбарлығымен шариғаты кемелденген. Ең кемел формасы ең соңынан келген да. Оған дейін бірте істеген, кемелденген да. Мен де сол дайындалу барысында сол сұрақ қоймайсыз, неге пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам келіп депші. Қазір сол сұрағын жауап отырмын. Өйткені кемелдіктің көрінісі дейсіз ғой, сонымен кемелденген. Өйткені пайғамбарымыздың шариғаты бүкіл шариғаттардың ең кемелденген формасы. Және ол қияметке дейін жалғасуының да хикметі, оның ар жағында себебі сол да. Өйткені барлық қоғамдарға, барлық ғасырларға, барлық кезеңдерге ол сай болады негізі. Әрине. Ұстаз, сосын сіздің жеке ойыңызды білімге отыр да. Енді пайғамбарымыз салсын қыры көп қой, әр түрінен әркім қарайды, әркім табады. Сол біз жиі сұрақ қоямыз көрермендерге, жаңа қонақтарға да, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қай бір қасиет ерекше өзіңіз бойында болғанын қалайсыз? Және осы қай қасиет дәл қазір біздің қазақ қоғамына мұқтаж деп ойлайсыз? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіңіз айтқандай қыры өте көп қой. Адамгершілік ұғымдарды қамтитын өте қасиетті сипаттары пайғамбарымыздың өте көп. Соның ішінде бүгінгі таңда өзіңіз айтқандай бізге ең біз зәру болған деп айтайық қой, айтамыз ғой, ең дұрыс сол ғой. Енді пайғамбарымыздың кеңшілігі өте зәруміз қазір. Қай жағынан алып қарасақ та. Кеңшілікті кешірім мәселесінде ме әлде? Барлық жағынан. Яғни адамды түсіну, әр адамға өз деңгейінде қарай білу, әр адамды ол қандай болса солай қабылдай білу, одан кейін кешірімді болу, кең болу, қайырымды болу, мейірімді болу, соның бәрі соның ішінде да негізі. Бүгінгі таңда мына қырғиқабақ, алауыз, бірін-бірі жаңағы жеп көретін, жерден алып жерге салатын сондай бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой біз. Төзімсіздік деген енді шегіне жетіп отыр бүгінгі таңда. Шектен шығушылық мысалға да. Бұның барлығы бүгінгі таңда ненің көрінісі? Сол кеңшіліктің болмауының. Кең қарай алмау, жан-жақты терең түсіне алмау. Одан кейін пайғамбарымыздың парасаты. Бұл жерде өте маңызды. Біздің бүгінгі қоғамға жетпейтін нәрсе сол. Пайғамбарлардың, соның ішінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи парасаты. Өйткені парасат болған жерде, ақыл болған жерде шешілмейтін мәселе қалмайды негізі. Қордаланған көп қой проблемалар қазір бізде. Шешілмей жатқан, бірін-бірі түсінісе алмай жатқан, түсіне алмай жатқан, немесе түсінгісі келмей жатқан адамдар көп. Немесе белгілі бір топтар деген сияқты, тараптар. Бұлардың барлығының бірден бір дауасы сол парасат болу керек, кеңшілік болу керек, кең қарай білу керек біз деп ойлаймын негізінде. Осы қатты мұқтаж жатсыз қоғаммен. Алла разы болсын. Осы бір Алла елшісіне қатысты бірнеше бір сұрақ бар енді халық тарапынан келіп жатқан, енді сізге қойсам деп едім. Соның бірі, енді пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам ең соңғы пайғамбар ғой. Бірақ сонымен қатар пайғамбарымыз хадисінде кім Иса пайғамбардың қайтадан түсетінін айтқанда, осы жерде халық сұрап жатады, қалайша Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбар болса, Иса пайғамбар қалай түседі деген сияқты ше. Қайтадан келмей не үшін келеді деген сияқты бір сұрақ бар. Сосын тағы бір кітаптарда былай айтылған екен да, енді Далай Хойрат кітабында андай хабар келеді да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қабірі жайлы айтылған екен да, Алла елшісі осындай жерден келген, Абу Бакр осындай, кім осындай, Омар қасында, және ол жерде бос жері бар, ол жақта кім Иса пайғамбар жерленеді деп ше. Осыған қатысты сұрақ, кімнің Иса пайғамбардың келуі мақсат не, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбар болсын, не үшін Иса пайғамбар қайтадан келеді деген сияқты бір Алла елшісіне қатысты сұрақ бар еді. Енді Иса алейхиссаламның келуі бұл жаңа бір пайғамбар ретінде келмейді. Бұл пайғамбар ретінде, елші ретінде келген, өзінің миссиясын атқарған. Одан кейін Алла оны өзіне көтеріп алып кеткен. Жаңағы Исраил ұрпақтарының қиянатынан сақтау үшін, білесіздер, Құранда негізі солай баяндалады. Иса алейхиссаламның енді екінші келу бұл пайғамбар, жаңа бір пайғамбар, жаңа елші ретінде келмейді. Ол пайғамбарымыздың бір үмбеті ретінде келеді. Сол үшін Алла тағала оны бір жағынан енді Иса алейхиссаламның де
соңынан ерген немесе оның атымен аталатын, оның жолындамыз деп айтатын бүгінгі таңда христиан әлемі бар ғой қаншама. Әлемдегі ең жаңағы тіпті мұсылмандардан да көп олардың саны, жалпы алғанда христиандарда барлығы дерлік Иса алейхиссаламды өздеріне жаңағы пір тұтады. Тіпті пір тұтқанда да шектен шығып Құдай дейді. Құдайдың баласы деп немесе Құдай деп сыйынып жатқандар да қаншама. Солардың барлығына белгілі деңгейде бір жауап болады бұл Иса алейхиссаламның түсуі. Ең соңғы елшінің, өткен ол өзі келгенде де көзі тірісінде де сүйіншілеген ғой пайғамбарымызды. Құранда да келген ол. Менен кейін Ахмет деген есімі, елші келеді деп пайғамбарымыз. Соған еріңдер, соған үмбет болыңдар деп айтқан. Бірақ өкінішке орай оның ізбасарлары кейін бірте-бірте жаңағы әртүрлі себептермен оған өзіне табынып кеткен. Енді сол тұрғыдан бұл жерде қаншама адамның қайтадан хидаятқа келуі, Иса алейхиссаламның қайта келуі соған бір себеп болады. Яғни сендер Құдай деп жүрген өзі Мұхаммедтің үмметіне айналатын болса, онда сендердің тем более артынан еру керексің мағына жатыр онда. Иса алейхиссаламның одан кейін бұны басқаша да түсіндіретін ғалымдар бар. Енді әрине біз хадистерде келген жаңағы Иса алейхиссаламның қайта түсуіне қатысты хадистер келген ғой нақты. Сол бойынша негізгі көзқарас сол. Ол кәдімгі түседі шынымен де жаңағындай Шам жеріне. Одан кейін оның атқаратын өзінің бір миссиясы болады, соны атқарады. Жаңағы ең соңында пайғамбарымызға үмбет болады. Негізгі мағына осы, бірақ бұдан бөлек Иса алейхиссаламның түсуі дегенді біз мына соңғы кезде, мына қияметке жақындаған кезде, ақыр заманда христиан әлемінің, соның ішінде христиандардың қайта ақиқатқа қайтуы, оралуы, хақ дінге, хақ сенімге деген осылай да түсіндірген ғалымдар бар негізі. Ол мағынасы да болуы мүмкін дейді да, яғни Иса алейхиссаламның түсуі дегенде. Сондықтан бұл жерде кезінде болған ғой, мына Мысыр жерінде діни модернистік көзқарастар пайда болған кезде шейх Мұхаммад Абдуллардың мектебі дейміз ғой. Сол кісілердің мектебі пайда болғанда жаңағындай шейх Махмуд Шальтут сынды ғалымдар Иса алейхиссаламның түсуін тура мағынада түсінбейміз, ол тура мағынада емес деп оған тіпті өздерінің еңбектерін жазған. Кейін оларға кейбір ғалымдар жауап жазған. Кім еді есімі? Абдулла Сиддиқ Ғұмари. Барып кейін сол кісінің кітабын көрген кезде мынау кім деп өзі іздеп сол кісінің үйіне барып есігін ашса, есігін қағып, есігі ашылса жаңағы жап-жас жігіт тұр. 21 жастағы жігіт. Жап-жас жігіт тұр дейді. Сөйтіп мына кітапты сен жаздың ба дейді. Өзіне қарсы жауап қой енді ол таза. Шейх Махмуд Шальтутқа жазылған Иса алейхиссалам түсуіне қатысты көзқарасына бір жауап жазған кәдімгідей. Сөйтіп қолын сүйеді ғой, мойындайды, жас бала. Маңдайын сүйемей әйтеуір мойындайды. Енді сондай да бір әртүрлі көзқарастар алға тартылған негізі, бірақ әрине әхлі сүнна уал жамағаның негізгі ұстанымы, негізгі көзқарасы әрине Иса алейхиссалам шынымен де түседі. Хадистерде айтылғандай өзінің миссиясын атқарады. Ең соңында жаңағы тажалды өлтіріп жер әлемді тажалдың фитнасынан тазартады деген негізгі миссиясы сол ғой. Машалла, мынау көзқарасты мен бірінші естіп отырмын да енді. Мұхаммед Зағид Каусарның осыған қатысты кітабы бар емес пе? Иса пайғамбардың түсетініне қатысты толыққанды жауап берген. Әдемі, Алла разы болсын. Жаңа мен де естідім, кім Шальтут үлкен ғалым ғой негізінде. Жас баланы оған қарсы шығып жазған кезде ана 21 жас баланы құрметтеген. Кеңшілік қой ол да. Кеңшілік. Пайғамбарымыздың кеңшілігі дейміз ғой, жетіспей жатқан бізге. Сол ғалымдардың да бойында болған да ол нәрсе. Ақиқатты мойындай білу, өзіне толыққанды бір дәлелдермен өзіне қарсы бір жауап жазылған кезде оны мойындай білу де үлкен ерлік қой. Үлкен ерлік, азаматтық. Сондықтан енді әрине бұл да бір сынақ болғанда демек Иса алейхиссаламның түсуі қайтадан. Иса алейхиссаламның жаңағы бұл дүниеден озуы дейікші, бұл дүниеден басқа дүниеге, басқа әлемге өтуі қалай христиандарға сынақ болса, мысалы христиандар оны өлді, кәдімгідей біздің күнәларымыз үшін азапталып, Құдай өзінің баласын арнайы жіберіп, біздің адамзаттың күнәсін сол арқылы тазалап,
сөйтіп сол жолда құрбан болды деп айтады ғой олар, солай сенеді. Иә. Бірақ Құранда олай болмағандығы айтылады. Негізі Иса алейхиссалам олар кісі қолынан қаза таппаған. Көтеріліп. Иә. Ол Алла тағала өзіне көтеріп алған дейді оны. Енді осы Иса алейхиссаламның бұл дүниеден өтуі жаңағы басқа әлемге, өзінің әлеміне, бұл қалай сынақ болған болса, оның қауымы үшін сол кездегі, одан кейінгі христиан әлемі үшін, оның қайта түсуі де кейбір адамдарға мына ұғым тұрғысынан, түсінік тұрғысынан бәлкім сынақ болған болуы мүмкін жаңағындай. Сондықтан жан-жақты түсіне береді, әрине, бірақ енді әркімнің өзінің иштихады ғой ол енді. Мысалға христиан Иса алейхиссаламның түсуі бұл христиандардың қайта ақиқатқа қайтуы, хақ дінге қайтуы деп түсінеміз деген көзқарасты айтқан ғалымдар да өзіндік бір иштихад айтып отыр. Бәлкім екеуі де болуы мүмкін да. Мына яғни хадисте айтылғандай болады. Мынау да орын алуы мүмкін. Білмейміз ғой. Мысалға қазіргі таңда қарасақ, христиандардың ішінен де батыс елдерінде, Еуропа елдерінде, Америкада, тағы басқа елдерде исламға келіп жатқан, Құранды оқып, мұсылман болып жатқан қаншама христиандар бар. Сол христиандардың әңгімесін тыңдасаңыз, қалай осы исламды қабылдадыңыз деген кезде, көбісі Құранды оқыған кезде дейді, біз жаңағы Иса алейхиссаламның жаңағы тұлғалы қасиеттері болсын, қиссалары болсын, оқиғалары болсын, басынан өткен Мариям анамыздың мысалға Мариям анамыз жайлы Құранда айтылған жаңағы аяттарды оқыған кезде, Иса алейхиссалам жайлы аяттарды оқыған кезде ерекше әсерлендік дейді да бұдан. Керемет танытқан дейді да. Сол сияқты кезінде Хабашиге де, Нәжашиге де Хабашқа барып Жафар Әбуталиб. Құраннан Иса алейхиссалам жайлы, Мариям анамыз жайлы аяттарды оқыған кезде көзіне жас алып, бұл мына біздің оқыған кітаптан мына кітаптың ешқандай айырмашылығы жоқ деп айтқан ғой. Енді алғашқы несі ғой енді ол Інжілдің бұрмаланбай тұрған түп нұсқасы болу керек сол кезде. Сондықтан бұл жерде Иса алейхиссаламның әрине түсуіне біз иман келтіреміз. Хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахих хадистер негізінде келген жаңағы хабарларға сенеміз. Онымен қатар әрине христиан әлемінің мұсылмандарға жақындайтындығы, немесе толыққанды олардың ішінен көп адамдардың исламды қабылдайтындығы, сол жағынан түсінсек те болып жатқан нәрсе ғой сізде. Ғалымдардың көзқарасы бар дейсіз ғой. Алла разы болсын. Керемет, мен бұндай жауапты бірінші естіп отырмын. Әдемі. Алла разы болсын. Қазір қоғамда енді тағы бір жаңағы бар мәселенің бірі, маңызды деп ойлаймын, тәуәссүл мәселесі. Енді әлеуметтік желіде жаңа кейбір қолдайтын, қолдамайтын адамдар арасында талас-тарыс болып жатыр. Біреу былай дейді, біреу былай дейді. Біз ол жайға кірмей ақ қояйық. Жалпы тәуәссүл деген нәрсе, жаңа пайғамбардың тәуәссүл деген не нәрсе, соны қарапайым түсіндіріп кетсек халыққа. Енді қарапайым тілмен айтсақ, тәуәссүл деген Аллаға мінәжат қылғанда, дұға тілек айтқанда, Алла тағалаға дұға жасағанда дәнекер ретінде пайғамбарды немесе қандай да бір әулие кісіні дәнекер ретінде араға салу деп айтамыз. Осыны тәуәссүл деп айтамыз. Яғни себепкер етіп оны. Өткен неге пайғамбарды біз дәнекер қыламыз өзіміздің дұғамызда, немесе қандай да бір әулиені? Өткені бізге қарағанда ол әлдеқайда жақын ғой Аллаға. Сол үшін біз әрине тікелей жаңағы пайғамбарымыздың хадистерінде де бар, не сұрасаң да Алладан сұра деген сияқты. Әрине біз Алладан сұраймыз. Бірақ Алладан сұрағанда сол дұғамызда пайғамбарымыздың атын атасақ, пайғамбарымыздың құрметіне десек, немесе пәленше әулиенің құрметіне десек, мысалға дұғамыздың тезірек қабыл болуына, немесе Алла тағаланың мейіріміне сол арқылы шапағатына, шарапатына бөленуімізге себеп болады деп айтамыз. Немесе пайғамбардың шапағаты деп айтамыз. Енді тәуәссүл деген жерде өте ауқымды ғой негізі. Талассыз тәуәссүл бар. Ешкім оған уәж айта алмайды. Мысалы, Алланың көркем есімдерімен тәуәссүл жасау деген бар. Мысалға дұға жасағанда Алланың көркем есімдерін айтып дұға жасау, бұл Құранда аятта келген. Бұйрық ретінде келген тіпті. Одан кейін ізгі амалдармен тәуәссүл жасау. Бұл хадисте бар. Жаңағы қандай да бір таза ниетпен, ықыласпен бір амалды істеп
кейін бір қиын бір жағдайда қалғанда аллаға жалбарынған кезде сол амалыңызды алға тартсаңыз, сол арқылы дұға жасасаңыз, алла тағала қабыл етеді иншалла. Өйткені хадисте бар ол. Бұл жаңа үңгірге қамалған үш адамның оқиғасы. Иә, үңгірге қамалған үш адамның оқиғасында келеді. Одан кейін тағы да бір талассыз тәуәссүлдің бір түрі, ол тірі пайғамбармен, пайғамбарымыздың көзі тірісінде онымен тәуәссүл жасаған сахабалар болған. Тіпті пайғамбарымыз өзі үйреткен ол дұғаны, ол мысалы көзі көрмейтін сахабаға, сөйтіп ол сахаба сол пайғамбарымыздың атын атап дұға жасаған кезде, алла тағалаға жалбарынған, жаңағы шипа тілеген кезде оған шипа берген алла тағала. Міне бұл талассыз. Ал енді пайғамбар дүниеден озғаннан кейін, немесе қандай да бір әулие дүниеден озғаннан кейін онымен, яғни дүниеден озған пайғамбармен, дүниеден озған әулиемен тәуәссүл жасау, оны дәнекер етіп дұғада оны қосу, оның атын. Осы бола ма болмай ма, талас осы жерде басталған да негізі. Жаңа бір көрме түсінікті айтып айтсайшы, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху үйретеді ғой, жаңа соқыр сахаба келеді ғой, пайғамбардың құрметті себепті көзім көрсетші деп алатын дұға еді, көзі көріп кетеді. Міне осы дұғасы, пайғамбарымыздың. Мен жаңа қасиетті Мадина қаласында болған кезде бір бауырымызды көрдім да, осы дұғаны жаттап алып, жаңа оның көзінде несі бар екен да, жаңа ақауы бар екен да. Пайғамбарымыз саллаллаху жаңа дұға етіп, жаңа бір сахаба жазылды ғой, мен де сол дұғаны жаттап бердім дейді да. Негізі келу мақсатым осы дейді, жаңа дұға етіп, жаңа көзім көрген қалайын деп сөйтіп жүр екен да. Осы талас жоқ. Тірі кезінде болғанда осы үш дүниеде талас жоқ. Ал талас неде басталады сонда? Енді пайғамбар дүниеден озғаннан кейін онымен тәуәссүл етуге бола ма болмай ма деген мәселе де осы жерде болған да. Бірақ жалпы әхлі сүнна, мына 4 мазхаб ғалымдары болады деген негізгі үкімді айтады, ұстанымдамыз. Тек қана осы сәләфилік бағыттағы бауырларымыз ғана бұған қарсы шығады. Неге? Олардың түсінігі бойынша бұл ширк дейді да, олар дәнекер ету, Алладан. Енді тіпті Шейх ибн Таймияның өзі негізі сол ғалымның ілімінен бастап алады ғой бұл нәрсе, негізі тәуәссүлге қатысты пікірталастар. Бірақ соған қарамастан Шейх ибн Таймияның өзі пайғамбарымызбен тәуәссүл жасауға болады деген. Дүниеден қайтқаннан кейін пайғамбарымызбен, пайғамбарымызға хас деген да ол. Басқа адаммен болмайды деген, бірақ пайғамбарымызбен болады деген үкімді айтқан. Бірақ кейінгі мына Нәжд мектебінің ғалымдары олар түбегейлі қарсы шығады. Өйткені тәуәссүлге жақын ұғымдар бар, тәуәссүл бар, одан кейін тәбәррук бар мысалы да. Сәләфи бауырларымыз бұған да қарсы, бұған да ширк деп айтады мысалы. Кез келген бір пайғамбарымыздың бір пайғамбарымыздан қалған суды, немесе қалған қандай да бір пайғамбарымыз қолданған салсалам бір дүниені, сахабалар талап алып кететін болған, осы шашын, сақалын деген сияқты тастамайтын болған. Тәбәрік дейді, бұл қазақтың ұғымында бар, қазақтың танымында бар нәрсе, тәбәрік деген. Содан қалған. Осында ширк санайды мысалға. Бір әулие кісінің мысалға тақуа бір ғалымның бір таяғын ұстап, немесе соны алып, немесе тақиясын алып, немесе бір қаламын алып қолданса, сол адамға бір содан бір не келеді, тәбәрік болады, соған бір береке келеді деген сияқты. Сондай бір ұғымды да қабылдамайды көбісі. Одан кейін жаңа истиғаса бар, истифада бар, кете береді негізі бұл. Бірақ жалпы тәуәссүлге келетін болса, ол әрине қысқа нұсқа айтатын болса, ол дұға жасаған кезде әрине Алла тағаланың көркем есімдерімен, өзіміздің ізгі амалдарымызбен, немесе пайғамбарымызбен, пайғамбарымыздың құрметіне деп, менің осындай күнәларымды кешіре көр, пайғамбарымыздың құрметіне менің осындай дұға тілектерімді қабыл ете көр деп айтсақ, ол әрине ешқандай да шариғатқа қайшы емес. Керісінше дұғамыздың қабыл болуына бірден бір себеп болатын керемет бір жол негізі. Сондықтан адамзаттың ардақтысы болған пайғамбарымызды саллаллаху атап, Алланың ең сүйікті құлы болған, пайғамбарымызды атап дұға қылу, әрине бұл дұғаның бірден бір жаңағы қабыл болуының себебі. Одан бөлек енді дұға жасағанда пайғамбарымызға салауат айтып бастау мысалы. Ол дәстүрде бар ғой, дінімізде бар, хадистерде бар. Сондықтан осыған ұқсайтын нәрсе ғой негізі тәуәссүл жасауда. Бірақ енді жаңағы имам Ағзам рахмаулланың көзқарасында келген деп айтады. Одан кейінгі алғашқы ханафи ғалымдарының кітаптарында келген бихаққин наби деп, бихаққи расул деп дұға жасамау, соған сол мәкрух болады деп айту себебі, өйткені ол жердегі пайғамбардың Аллаға
хақысы жоқ, өткізіп қойған бір ақысы жоқ, немесе пәленше бір әулиенің Аллаға өткізіп қойған ақысы жоқ дейді да ешкімнің. То есть ешкімнің Аллаға өткізіп қойған ақысы жоқ. Алла ешкімге міндетті емес, ешкімнің алдында борыштар емес, ешкімге кіріптар емес. Сондықтан болмайды деп сол тұрғыдан айтқан. Ал енді кейінгі ғалымдар оны бихаққи деген кезде бихурмати деген мағынада қолданғанда, сол үшін ханафи ғалымдарының, көптеген ханафи ғалымдарының кітаптарында муштахид деңгейіне жеткен мазхабтың ішіндегі тәуәссүл жасаған, ғашық пайғамбарымызбен тәуәссүл жасаған. Сондықтан да бұл жерде Алланың алдындағы Аллаға өткізіп қойған ақысы тұрғысынан ондай мағынада емес. Керісінше Алланың алдындағы дәрежесі, Алланың алдындағы жаңағы сый құрметі тұрғысынан пайғамбарымызды атау дұғамызда, ол әрине тәуәссүл жасауға ол әрине болады. Ода тұрған ешқандай бір не жоқ. Тіпті шариғатқа қайшы бір. Пайғамбарымыз саллаллаху хадистерін үйретті емес пе? Аллаға мақтау айтып, маған салауат айтып барып жаңағыдай тілеңдер деп. Әрине. Салауаттың өзі белгілі деңгейде. Осы жерде бір әңгіменің ұшы сол неге келді? Салауатқа келе жатыр ғой. Ұстаз, салауатқа қатысты бір сұрақ қойғымыз келеді. Не өмірде сізге салауаттың бір әсер еткен тұстар болды ма? Мен көп айтып жатырмын, салауат айтып осындай нәрсе орын алды деген сияқты. Бұл жердегі мақсат жаңағы халқымызға салауаттың қаншалықты құнды екенін сездірту үшін мақсат қой. Енді қонақтан сұраймыз да, өміріңізде салауаттың сізге бір әсер еткен тұстар болды ма? Әрине, пайғамбарымызға салауат айту ол біздің міндетіміз ғой. Бізге керек ол негізі. Біз мұқтажбыз оған пайғамбарымыздан бұрын. Өйткені пайғамбарымыздың бүкіл ешқандай күнәсі жоқ, Алланың алдында деңгей дәрежесі белгілі. Керісінше біз сол пайғамбарымыздың шапағатына бөлену үшін о дүниеде, соған лайық болу үшін біз көп салауат айту керекпіз. Енді о дүниедегі жағдай басқа, өз алдына. Бұл дүниеде де көптеген қиындықтар болады, адамның басына келетін қиын жағдайлар болады. Сол себепті бұл дүниеде де қиын жағдайға қалған кездерде өз басымнан да өткен, мысалға салауат айтқанда шешілген да ол мәселелер. Оңай өте бір мауна дейді ғой, Алладан бір жәрдем келіп шешілген жағдайлар көп болады негізі. Сондықтан кейбір ғалымдар кейбір мәсур болмаған, мәсур салауаттар бар, жаңағы пайғамбарымыздан қалған, кәдімгі пайғамбарымызға саллаллаху қалай салауат айту керек екендігін үйреткен ғой өзі пайғамбарымыздың. Сол мәсур болған салауаттардан бөлек әр ғалымдар, жекелеген ғалымдар өздері бір құрастырған салауаттың формалары бар да әртүрлі. Мысалы соның бірі сала нәрия деп аталады, немесе сала тәфриджия деп аталады. Аллахумма салли салатан камилатан ва саллим саламан тамман деп басталады. Сол салауатты мысалға қиын жағдайда қалғанда мынанша рет оқысаң сол қиын жағдайдан шығасың деп ғалымдар ұсынған да. Ол тәжірибеден ғой. Неге? Өйткені мұжарраб дейді да оны. Ол жаңағы хадисте келген салауат емес ол. Бірақ ғалымдар айтқан және ғалымдар оқыған соны, белгілі бір ғалым құрастырған оны, кейін өзі оқыған, оның нәтижесін көрген, кәдімгі анық көз жеткен, бір рет емес қаншама рет. Кейін оның шәкірттеріне ұсынған, одан кейін олар жалпы үмбетке тарап кеткен осылайша. Бұндай дұғаларды біз мұжарраб дұғалар деп айтады ғалымдар. Яғни нәтижесін көрген нақты, тәжірибеден өткен салауаттың бір түрі сол сала нәрия. Сондықтан да өз басымда сол сала нәрияның мысалға нәтижесін көрдім деп айта аламын. Тәжірибеде. Сол үшін кез келген, тіпті міндетті түрде бір қиыншылықтың келуі шарт емес адам басына салауат айту үшін. Бір жетістікке жету үшін, бір өзіңіздің ісіңіздің жемісті болу үшін, берекелі болу үшін, мысалға жасап жатқан ісіңіздің, амалыңыздың тағы басқа бір болады ғой, бір істі істегеннен кейін оның нәтижесін көргіңіз келеді, оның берекелі болғанын қалайсыз. Сол кезде де салауатпен бастап, салауатпен соны ары қарай әрлейтін болсаңыз, әрине иншалла берекесі болады. Алла разы болсын. Бізде сол Алла сәтін салса, осы қазақ қоғамынан имам Жазурин Дәләл Хойрат деген кітабы бар ғой, соны бір қазақ тіліне аударып халыққа ұсынғымыз келіп отыр да, бір үнемі бір оқып жүретін, сіз айтқан салауаттар бар. Енді Дәләл Хойрат кітабы да
бүкіл үмметке танымал ғой жаңағы салауаттар жиынтығы бар. Иә. Енді ол кітап жайлы не бар ғой жаңағы талай адамдардың өмірін жеңілдеткен, қиыншылықтан шығарған деген сияқты тәжірибе өткенді олар салауаттар ғой. Сонда бір ерекшелігі бар. Енді біз сіз жібергіміз келіп жатқан жоқсыз негізі. Сұрақтарымыз көп еді, бірақ енді жаңағы ескерттіңіз ғой, не бар, сапарым бар, не жүруім керек деп. Егер Алла сәтін салып болашақта шақырсақ, келсеңіз, бір неміз сұхбатымызды ұзартсақ, Алла нәсіп етсе, көп тақырыптар ашылмай қалды, енді уақытымыз тарқылына байланысты. Алла разы болсын ұстаз. Бір кішігірім халыққа бір бата берсеңіз, дұға берсеңіз, дұға айтсаңыз, бізде әдетте подкаст соңында келген қонақтардан бір бата алуға тырысамыз да. Сол иншалла. Енді қысқа нұсқа бізде батаның да ең несі қысқа нұсқа болған дейді ғой. Енді Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сайидина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Я Раббана Карим, Я Архамар Рахимин, Я Акрамул Акрамин, Я Мужибат Даават. Я Раббым Алла біздерге кәміл иман нәсіп ете көр, Раббым Аллам. Пайдалы ілім нәсіп ете көр, сол іліммен амал етуді, амалда ықыласты болуды нәсіп ете көр, Раббым Аллам. Елімізге, жерімізге амандық, тыныштық, бақ береке нәсіп ете көр. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля сайидина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи амин. Алхамдулиллахи раббил алямин. Алла разы болсын. Амин. Уақыт бергеніңізге. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауатты тек қана басына іс түскен кезде немесе қиындыққа тақалған кезде ғана айту бейне бір Алла Тағаламен есептескен сияқты. Я Аллахым, мен пайғамбар салауат айтам, осы қиыншылығымнан шығар. Я Аллахым, мен ауырып қалдым, пайғамбар салауат айтам, менің дертіме шипа бер деген сияқты саудаласу көрініс табады. Әлбетте сіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтатын болсаңыздар, қарыздан құтыласыздар, дерттерінен шипа табасыздар, тағы да басқа түскен қиыншылықтан құтылуыңыз мүмкін. Бірақ негізі салауат осылай айтылу керек па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат ол ерекше махаббатпен және ықыласпен іске асу керек. Осы орайда сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға ерекше ықыласпен және махаббатпен салауат айтуға жәрдем беретін ислам тарихында ұлы ғалымдардың бірі имам Жазули рахимахуллаху тағаланың Далаил Хурат кітабы. Ол кітапты біз төл тілімізге аударып сырға толы салауат деген атпен сіздерге ұсынғалы тұрмыз. Кітапты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтуды бір ізгілікке, әдетке енгізу үшін 21 күнге бөлінген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтудан өзге Алла елшісінің кескен келбеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям артықшылығы және Алла елшісінің абзалдығы қатар жинақталған. Сонымен қатар кітапта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үнемі салауат айту арқылы жетістікке жеткен дін ғалымдарының өмірінен үзінді келтірдік. Кітап сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға деген махаббаттарыңызды арттырып, ықыласпен салауат айтуға себепкер болады деген ниеттеміз. Кітап жайлы толық ақпарат алу үшін көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар.